Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Келдік, біз қазақ қоғамы ұйымдастырған пикнигіне келдік. Темірбұғаз деген жерде. Соңғы 3-ші автобус негізі бос, көбінесе мына жерде аз ғана. Темірбұғаз деген жерге келдік. Қазақтардың осы Стамбулдағы 3 аудан бар. Негізі қазақтар орналасқан. Айтқанда Сефакой бар, Күнешлі бар, Зейтінбұрны бар. Сол 3 аудандан жиналған. Және Европада қазақтар бар, білмеймін қазір кімдер бар екенін көреміз. Қазақстанда қазақтар бар деген сияқты жалпы қазақтардың бас қосуы. Біз 3 автобус шығып кеткеннен кейін біз қазір 4-ші бір автобуспен келдік. Ең соңынан қазір көреміз не бар не жоқ. О, кәдімгідей үлкен адам көп сияқты. Қазақ дернегі фестиваль естелігі деп жазып қойыпты. Алтай дернегі. Қара жорғының әні естіліп жатыр. Бірлік және бераберлік фестиваліне қош келдіңіз дейді. Қош келдік. Алты бақан құрыпты. Біздің Әли Батыр келіпті ғой, Әли Батыр. Иә, әткеншек. Жаным, ботақан, өз қапты ғой, қош келдің. Дүниежүзі қазақтарының бас қосқан бұл пикнигі биыл 2-ші рет өткізіліп отыр. Былтыр үлкен деңгейде аталып өткен Түркия қазақтарының Түркияға келгеніне 75 жыл толуына байланысты үлкен дәрежеде өткен болатын. Биыл пикник тағамдар ақылы деп көрсетілген екен. Сондықтан мен ойлаған, былтырға қарағанда биыл адам аз қатысады, және кішкене шағын ғана болатын шығар деп ойлаған. Жоқ, мынандай үлкен апаларды, үлкен кісілерді көргенде кәдімгідей қатты қуанып кеттім. Барлығы үйлерінен термостарын кәдімгідей анамнау пісіріп, үйлерінен үлкен пикникке дайындалып келіпті. Біз ешқандай пикникке дайындықсыз, ақыры ақылы болатын болса сол жерден сатып аламыз ғой деп дайындықсыз келгенбіз. Мына кісілерді көрсем кәдімгідей дайындалып. Қош келдіңіздер. Қалайсыздар? Апалар. Қазақстанға түсіріп жатырмын сіздерді. Қалайсыздар? Қазақстанға көп сәлем, біздің Түркия қаласынан. Сәлем айт. Туыстарымыз аман болсын, бар болсын, көп сәлем айтамыз. Көп рахмет. Аман болыңыздар. Рахмет. Негізі жасөспірімдер, жастар өте көп келген болатын. Бір қарасам, олардың ешқайсысы барлығы кетіп қалыпты. Сөйтсем пейнтбол ойнауға шыққан екен. Олардың барлығы басқа бір автобуспен, басқа бір жерге, тек қана балалар ғана қалыпты. Мына жерде оларда арнайы аниматорлар бар. Осы жерде сол аниматорлар осы жерде ойнатып жатыр. Бір қызығы, мына жерде жаңағыдай рулар болып жарысып жатыр да. Өйткені бұл жерде керей мен наймандар, әсіресе осы Түркиядағы қазақтардың басым көпшілігі. Солардың ішінде жаңағы керейлердің ішінде ителі, сондай шақабай деп өздері сондай группа топ ойнап жатыр екен. Мына жерде бір жағынан көрме де бар, шағын адамдар қол өнерлерін, әртүрлі кітаптар бар, барлығын сатып жатыр. Мына өздерінің тіккен нелері, жаңағы қазақтардың шайнек-наса, мына алаш кітабы, мынау Измирден шығатын қымыз, Измирде алаш қазақ жайлауы бар. Айтпақшы, жолдарыңыз түссе міндетті түрде барыңыздар. Одан бөлек мына кітап менде де бар, үйде бір рет алған. Мынау Алтайкөй, біздің Каппадокия жақта қазақтар тұратын ауылы, Алтай ауылы, қазақтар тұратын шағын. Басқа да қол өнерлер бар мына жерде, әртүрлі. Шайларды міндетті түрде сатады, себебі Түркиядағы шайлар сүтті шайға келмейді. Мынау біздің Қазақстаннан келген пиала, кене, үнді шайлары. Әртүрлі
кол өнөрлөр бар экен, ана жерде бир жагынан көрмелер бар. Сосын ана жерде Абдуллах Уздемир деген жазушы ошол жерде кісі бар екен, соның кітабының тұсаукесері өтіп жатыр екен. Бір жағынан пикник, бір жағынан сол кісінің тұсаукесері, яғни кітаптың танытымы болып жатыр. Менде осы кітаптан біреуін сатып алып. Атым Жазира. Жазира. Bu akşama kadar biz böyle... Ayşe Aksel. Көп рахмет. Ayşe Aksel, o da görünce. Ayşe. Артыма қарасам, Айбеке қызым да жанымда жүр. Мына көрмелердің барлығын зер салып, кәдімгідей жеке-жеке бәрін қарап жүр ғой. Ей жаным. Достар, мен кімді көріп тұрмын десеңізші, мына жерде фотоға түсіріп жатыр. Мынау біздің Үркер тобы. Қош келдіңіз, қалайсыз? Үркер тобындағы әншіміз, біздің әншіміз ғой, Қазақстанға танымал. Қош келдіңіз, қалайсыз? Қалайсыздар? Амансыздар ма? Қош келдіңіздер. Рахмет, рахмет. Сізді таң қалып жатырмын, сізді көріп, ай, мына Үркер тобындағы біздің әнші ғой деп. Рахмет, сюрприз айтпадық ешкімге. Қуанды келгенде. Өте жақсы. Иә, тосын сый болды. Достар, менің қасымда кім бар десеңізші, атақты Мұстафа Өзтүріктің спортшы туған қарындасы Перехан әпкеміз. Қош келдіңіз. Қош болдық. Пикникте қазақтар жиналып отырмыз. Достар, пикникте әркім әртүрлі өзінің үйінен келгендерін алып келген. Сол жерде де осындай күркеді. Нанның арасына осындай котлет салып келеді. Мінекей айра, су және котлет. Қазақ домбыра дейді. Сондықтан қолымызға домбыра алып, бүгінгі тамаша мерекенің, тамаша демалыстың көркі болсын. Ең алғашқы әнді осы домбырамен бастайық. Қазақтың халық әні Гүлдариға бұл ән қазақ ән антологиясына Алтай қазақтарынан келген. Сондықтан да осынау бір тамаша халық әні бүгінгі әдемі демалысымыздың көркін ашсын. Tarlanışı var, tahtım kumar, gülü derigayı. Bir gözken, düşken taylan, kurbum edin kömürün. Sağan begin, kaşan tınar, gülü derigayı. Artık alkış, kıyamet gider artık. Çünkü tekrar ediyorum 3 ayda sahneye çıkmak zor iştir. Sız bir şınar oncasından ölengen. Boldum kumar ayday.
Jorgata Kamajay. Meruet Mukammadi Ata Tolgav Köyü. Ahmet Güler Köroğlu Köyü. Осылайша арасында осылай ән күй би болды, соңынан би болды және жарыстар өте түрлі, барлығын түсірген жоқпын сіздерге. Біз камераны ары қарай өшіріп өзіміз жақсылап демалдық достарымызбен отырып дегендей. Бұл пикник кешкі сағат 6-ға дейін созылды. Кешкі 6-да бәріміз өз үйлерімізге тарадық. Достар, видеоны ұнатсаңыздар, видеома лайк қойып бөлісіп, каналыма жазылмағандар жазыла отырыңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Қалайда бір еткіз жүрегін, салауатты ағасы, азаматтың сарасы, билеп жатқан солқылдап
karaşı